Сәлем достар, сіздермен бірге мен Токалайф арнасы. Достар, бүгінгі видео ол менде бай отбасы 4-ші соңғы серия деп аталады. Мен арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, сіздерге бір сұрақ болып тұр. Сіздер менің видеомды да қанша көресіздер ме? Және менің видеомды да қанша көрсеңіздер, комментарийға плюс қоюды ұмытпаңыздар. Және мен осы видеоның соңында бір қызықты нәрсе айтамын. Соны жібермеу үшін видеоны да қанша көріңіздер. Ал ендеше мен видеоны бастаймын. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Достар, давайте 1000 подписчикке азық қалды, сондықтан да тезірек 1000 подписчикке жеткізейік. Сол кезде мен өз атымды және өз жасымды айтатын боламын. Ой, жарайды, тезірек ауыстырып келейін. Не істеп жатырсың? Ой, кешіріңіз. Не болып қалды? Тезірек барып көрейік. Я, жүріңдер. Қызым, не болып қалды? Мұна мен төсегімде жатыр ұйықтап. Не? Сен қызметшісің бе, или демалып жатырсың ба? Кешіріңіз, мен байқамай қалдым. Қалай байқамай қалатыны бар? Сені жазалаймыз, түсінің бе? Той, жарайды. Осы барлық бөлмені бір күнде 5 рет тазалап шығасың, түсінің бе? Және 5 рет тамақ істеп қоясың, түрлі-түрлі. Не? Жарайды. Тоқташы, неге бірақ мен олардан қорқып жүре берермін? Жете болды, мен сендерге енді қызметші болып жасамаймын. Сендер бұрында қандай едіңдер? Вообще басқашасыңдар. Не, сен бізге не сөз қайтаратын болғансың ба? Я, сол ғой. Мен анама сөз қайтарушы болма. Мен өзім білем, түсінің бе? Мен сенен үлкенмін, сен де маған сөз қайтарушы болма. Сен қалай сөйлеп тұрсың? Солай. Мам, айтыңызшы. Сен не? Кет жұмыстан. Иттақтай кетемін. Ужас. Осындай тәрбиешілер болады деп кім ойлаған? Соны айтамын. Жарайды, мен кейін болайын, сіздер шығатырыңыздар. Жарайды, оны по-любому тауып алып, бір жазасын берерміз. Я. Ол бізді кім деп жүр екен? Қарашы бұны. Әке мен анам бір жазасын береді ғой. Жарайды, тезірек барып келейік. Бұлар шайларын ішіп алады. Бұрынғыдай олар не әңгіме айтпайды, не өздерімен жақын араласып сырларында айтпайтын болды. Бір-біріне шай ішіп алып, тезірек тұрып кетеді. Жарайды, мен болдым, кеттім. Тірліктерім бар. Я, мен де кету керекпін. Жарайды, мен онда демалып келейін барып. Ай, мен де осы үйге қаша қызметші алады екен. Мен жинағымда келіп тұрған жоқ. Бірақ посуда мойка бар ғой. Все. Так, өсі болам. Нормально. Жарайды, барып, подругамен сөйлесіп келейін. Жарайды, так. Сәлем, подруга. Привет, я. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, не істеп жатырсың? Сол үйде іш пысып отырғанмын ғой. Я, мен де іш пысып отырмын мен де. Бір жаққа шығып қойдай, онда ішім пысып отырса. Ой, жарайды, табылған ақыл. Я, давайте, қай жақта кездесеміз? Білмейді екенмін. Сен нешеде шығасың примерно? Мен онда сен айтқан уақытта шығайын. Жарайды, онда сағат кешкі 5-те шығайық. Сол кезде менің қолым босайды. Жарайды. Мен онда соған дейін өзім реттеп алайын. Аха, мен де. Осыда қай жаққа барамыз?
Давай ресторанға, паркке, кафеге, немесе бір демалатын жерге барайық, либо клубқа ма? Жарайды, оны көре жатармыз. Сағат 5-те жолықсақ болды емес па? Иә, жарайды, сау бол. Пока. Ай, осыда қатырады ше. Жарайды, барып тезірек. Мынаны киіп барсам екен, мынаны киіп барсам екен. Одан да барып киім алып келгенім жөн. Так, мынандай көйлек бар екен. Жоқ, міне осыны. Адресті көріп алайын. Кеттім. Так, кеттім. Так, анашым, әкешім. Ау, не болды? Маған ақша керек болып тұр еді, мен бүгін құрбыларыммен қыдырса бола ма? Я, әрине болады, неше теңге керек? Маған примерно 10 мың теңгедей керек болып тұр. Жарайды, ала қоя, сейфті ашып берші. Аха. Міне 10 мың теңге. Жетеді ғой, я? Я, рахмет, жетеді. Мен өше көйлек алу керекпін. Осыған да жетіп қалар. Жақсы. Кеттім. Солай тұрғанда үйге звонок басады. Мәсіған, ол кім болды екен? Я, жарайды, ашып көрейік. Так, біреулер келіп тұрған сияқты, өздеріңіз ашып көресіздер ме? Я, жұмысын істей бер. Жарайды, мен ашып көрейін. Не? Бұл не? Қалай сонда біреу басқан? Так, не болды? Мына жақта біреу қалдырып кетіпті, бірақ ешкім жоқ. Не, қалай сонда? Так, мынау я. Асыға, мынаның ішінде не бар екен, алып көрейік. Жарайды. Так, кім қалдырып кетті? Мәсіған, мынаның ішінде неше мың теңге бар? Зато миллион сияқты ғой? О, записка. Но не записка. Так, бұл мен. Кім бұл? Так. Осыда 25 миллион теңге бар екен. Мәсіған, осыда 25 миллион теңге бар екен, прикинь. Қазір достап тұр, саған оқып беремін. Сәлем, достым. Оқып жатыр, достар. Сәлем, достым. Мына қорапшада 25 миллион теңге бар. Бұл саған аманат. Біреулерге көмектесіп осы ақшаны өзіңе ғана емес, басқаларға да көмек ретінде жұмсайсың деген ойдамын. Бұл ақшаның иесі мен, Арман. Арман деген кім тағы да? Мәссаған, мына ақша неше 25 миллион теңге бар екен. Бұл не істейміз енді? Өзімізге алып қаламыз да. Саған көмектесіп айтты ғой? Мен ешкім көмектескім келіп тұрған жоқ. Қойсын ба? Қайырымдылық қорына береміз. Болды. Жарайды, айтқаным болсын, кеттік, қайырымдылық қорына беріп келейік. Я, бұны по-любому не істейді екенбіз? Я, сондықтан қайырымдылық қорына берейік. Осылай олар бай болса да қайырымдылық қорына ақша беруді ұмытпайды. Және өзі бай болса да басқалар бай емес екенін біледі. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Және мен сіздерге айтар жаңалығым, ол если біз 1000 подписчик болған кезде, мен сіздерге атым мен жасымды айтамын. Және де мен өзім жайлы 10 факт деген видео түсіретін боламын. Және сіздер өз комментарияға өзіңіздің сұрақтарыңызды жазып кетсеңіз болады. 1000 подписчикке жеткеннен кейін соны жауап беретін боламын және баршаларыңызға сәлем жолдайтын боламын. Сол 1000 подписчик болғандағы адамдардың барлықтарына тіркелетін боламын. Ал ендеше сіздермен болған мен Тока Лайф арнасы. Сау болыңыздар. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тезірек 1000 подписчикке жетейік. Пока!